Саламатсыздар ма? Мен Маңғыстау өнер колледжі халық аспаптар бөлімі оқытушысы Конырова М.Ж. Менің алдымдағы студентім, бірінші курс студенті Құлжан Сабина. Бүгінгі өтетін ашық сабағымыздың тақырыбы күйдің динамикалық ырғағымен жұмыс жасау. Олай болса, сабағымызды бастайық. Бүгінгі үйге берілген тапсырма Ахмет Жұбановтың би күйі. Ал Ахмет Жұбанов туралы не айтар едің? Ахмет Жұбанов 1906 жылы дүниеге келген, Ақтөбе облысында. Оның көптеген шығармалары бар, және ол қазақ еліне еңбек сіңген әртіс. Кім ол? Композитор. Композитор, дирижер. Ғалым, да? Ғалым. Қандай шығармалар? Қазақ әндері мен күйлерін осы кезге шейін нотаға түсіріп бізге жеткізген. Ал жақсы, онда би күйін көрейік. Ойната. Сабина, ана төрт тактыны бар ғой, кәдімгі шығарып өзіңе қарат та дыбыс бер. Табаса көрейікші? Шығар. Енді қара, сен алдыңғы екі тактың фортеге кәдімгі шығар бірінші звукты, бірінші дыбысты беруің керексің да. Сенде ола мына екі тактың форте жасамай, сен пианоң шықпайды. Нелерді бөліп мән бер, мысалы, бірінші форте, екінші пиано. Каждый, қазір мысалы, қарадың да? Пиано, мына жақтан ойнады, мына жақтан фортыңды ойнай, мына жақтан пиано. Нелер жасау керек та. Бір такты форте, бір такты пиано. Сосын фортыңды мына жаққа қақпақты аш. Пианоға келгенде мына жерден кішкене. Соны жасақшы, артық кішкене керек емес. Шығар. Бірінші. Пианоға жасақ.
кеттік. Ми, фа, соль, соль, соль. Шар, си, си. Қайта. Си, ре, до, си, ре. До, ля, си, ля. Давай, қайтадан алшы, мына жерден қайтадан алшы, тазалап. Давай. Си, си, си. Ми, 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 ми. Кішкене миды, кішкене ашшы мені қа. Си, ля, ля, ля. Екінші созақ па? Екі, бір. Кіртік деп отырсың? Кел, алшы қайтадан мына жерден си, ре. До, си, ля, до. До, си, ля, до. Си, ля, соль, ля. Ми, ля. Так, да. Ми, 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 üstü. Шар. Беш аямай. Пиано жаса. Сен бәрін монотон ойнайсың да, бәрі бір қалыпты. Мысалы, мына жерлерді қара. Так, мына жер бар ғой. Бұл жерлерде ана фаға акцент жасауым керек. Екінші доляға да кет, осыларды жазашы кет. Иә? Там, та-та-та-та. Сосын рэге апарғанда шығарып. Та-та-та-та. Дай, сосын мына жерлерді қара, әлде кішкене кіртік деп отырсың. Жаңа айтып отқан мына фортын пиано жасау үшін форт шығару керек қой, сенде вообще фортың жоқ та. Мысалы, сағада түстің ғой, айқайлатып түскен кезде, басында да сол түскен кезде өзіңе қаратпайсың, басына фортыға түсуің керексің. Сосын жасайтын мына жерлерінде пианолары бар. Характері жоқ та, күйдің характерін бере алмайсың. Жерлерді шыққан кезде. Мана қайтқан акцент кішкене. Көрейікші, мына бірінші сағаны көрейікші. Жасашы осыларды. Шар, шар.
қиындатып әкелді. Шығар енді, саған шығар осы жерде. Бер. Ми, ре, ми, фа, соль, ре, ми. Сағат түскенде. Мына жерлердің уже кібіртіктеп қалдым да. Жаңа тақырыбымыз Дәулеткерей жеңгем сүйер. Дәулеткерей Шығайұлы 1820 жылы Орал облысында дүниеге келді. Кейбір деректерде 1814 жылы Ахмедияровтың Жігер деген кітабында 1814 жылы дүниеге келді деп жазған құлпытасты қойған құлпытасын молдалардың оқытуыменен осы 1814 жылы нақты дәлел айтқан дүниеге келді деген. Бұл Дәулеткерей төре тұқымынан болған, төре тұқымынан ауқатты жанұяда дүниеге келген. Дәулеткерейдің күйлері, бірнеше күйлері бар. Көбіне бұл әйел образында жазған. Мысалы айта кететін болсақ, Құдаша, жеңгем сүйер, мына өзінің Қаражан ханым, Жұмабеке, Көркем ханым деген сияқты бірнеше күйлері бар. Ол бір деректерде орыс тілінде жақсы сөйледі, орыс тілінде жақсы меңгерген деген бар. Әңгіме бар. Балалайка, орыстың мандолин аспаптарында да ойнаған деген, жақсы меңгерген деген деректер бар. Бүгінгі өтетін күйіміз жеңгем сүйер күйі. Жеңгем сүйердің шығу тарихына келетін болсақ, жеңгем сүйер күйінің атында айтып тұрғандай жеңгесіне арналған деген, жеңгесіне арнап шығарған күйі. Бұл негізгі кімнің, Дәулеткерейдің әйелі еркеде сұлу болса керек, сол әйеліне көңілі толып, бір қылықтарына көңілі толып, сол кезде шығарған күйі деседі осы жеңгем сүйер күйі. Содан әйеліне жарына ұнамай қалып, оны естіп қалған, кіріп шығып жүрген жеңгесі жүреді. Сол жерде жеңгесі естіп қалып, қайнысынан сұрайды, төре қайным, сен маған осы күйді маған арнашышы, кімге, еркеңе ұнамай қалса деп, содан осы күй жеңгесіне шығарып кеткен күй дейді. Жеңгем сүйер дегенде. Бұнда көбіне лигалар арқылы осы менің әйел образының еркелігін суреттейді. Ойнап көрсетейін. Жеңіл, жұмсақ, лигалар арқылы, осылар арқылы әйелдің нәзік, биязы қылығын суреттеп отырған. Размері қандай жеңгем сүйер күйінің размері? 4x4, 4x4-не көрінді. Басында мецепиано деп тұр. Қане көрек бастайық. Бір бемоль бар да? Аяғын сал. Шаша.
лига астын жібер, ха? Ля, ля, ля. До, до. Ара, до, ре, ми, фа. Лига. До, до. Түс. Таза, таза. Ре, ми, жоқ, ре, ми үстіне, да? Ашы. Ары қарай. Ре, бірмен аш. Ре, ми, пикар. Манағыдай лига. Жақсы тоқта, мына жерден алшы қайтан. До, ре, ми, фа дегеннен. Жоқ, мына жерде. Жоқ, интервалын дұрыс емес. айтайын деген мысалы басында алдың да мысалы жеңіл жұмса шығар енді осы жерде мынада лиганың бәрі пианоға кетеді жеңіл жұмса жеңіл жұмсақ жеңіл мына саусақтың ұшымен да мына жерден жеңіл алып қойшы осы жерлерді жеңіл мына несі ұшып енді ананы шығарсын деп алшы езіп мынау жеңіл жерді аяғына дейін қарамай-ақ қояйық. Жақсы, онда үйге тапсырма. Так, не ұқтың енді сен? Мына қазір жеңге кімнің Дәулеткерейдің басқа қандай күйлер бар? Жігер деген күй бар. Иә, жігер деген бар. Төрес шоқтығы бейгең жаңағы мықты күйлерінің бірі. Көркем ханым, Қаражан ханым, Құдаша. Сосын Қосалқа деген де күйі бар. Қосалқа деген бастауыш класстарда береді. Қосалқа деген сол жаңағы қыздың бейнесі қос алқаны тағып қаратқан әдемі күй.
Так, жеңгем сүйер туралы не айтасың? Жеңгесіне шығарылған күй да, жеңгесіне шығарылған күй. Әдемі мына лигалармен суреттеген. Жақсы, онда үйге тапсырма. Би күйін жаттап келесің. Жаңағы айтылған характерлеріне берілген акценттерді, форте, пианосын характерін беріп ойнайсың да күйдің. Ал жеңгем сүйер күйін аяғына дейін қарап, пысықтап, талдап келесің. Жақсы, Сабина, бүгінгі би күйіңе дұрыстап қарайсың, әлде шалалау болып жатыр, айтылған жерлерімен жұмыс жасайсың, бағаң 4. Осымен ашық сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Қош сау болыңыздар.